деген жартас па? Шатқал балам. Ата, Кебетнеге Толыбайды естігенде елең ете қалды. Әңгіме бұл жерде шатқалды емес. Әңгіме бұл жерде кездесуде еді. Кебектің өзінің жеке кездесуінде еді. Батыр, рұқсат ет. Айта бер. Исатай аға екеулерің келіспей қалдыңдар ма? Исатай ағаң барып тұрған қырсық. Солай айтып бар. Өзіңіз неге айтпайсыз? Қабағына қарасаңшы. Мен жек қоюға дайын. Тақсыр, рұқсат етсеңіз. Шатқалдың биігіндегі садақшылар оларды жоқ қылады. Садақшыларда жұмысың болмасын. Өзсің орында. Исатай менімен сөйлеспейді. Түсіндім, ұлы мәртебелім. Барлығы ойдағыдай өтеді. Әне, өздері де келіп қалды. Исатай, батыл да, мықты Исатай. Екі қошқар кездескен кезде білесіңдер ме не болады? Иә, олар сүзіседі. Эй, Исатай! Мен ханмын! Әлде тақтан үмітің бар ма? Ұлы мәртебелім, тақсыр. Маған керегі тақ емес. Оны өзің де білесің. Алайда, қарапайым халықтан ең соңғысын. Олардың жерін тартып алсаң, онда сенің де, тақсырым, тақтан кетуің мүмкін. Сен не деп тұрсың оңбаған? Билікке жасаған сатқындығың мынау. Бұл мәртебелім шындық. Мына ұсыныстарымызды қабыл ет. Оқы, таныс, шешім қабылда. 12 күнде жауап күтеміз. Орындамасаң, онда... Ей, сен кіммен сөйлесіп тұрғанды білесің бе? Менің ата-бабаларым осы халықты жаудан аман алып қалған. Онда сен де аман алып қал, тақсыр. Аға, не айтайын деп едіңіз? Тоқтаңыз, не боп қалды? Әкең беріп жіберді. Мұнау? Тыныш, бала, тыныш. Әке шешен керек болса, сабыр ет. Тыңда мені, берекет. Туыстарың біздің қолымызда. Егер олардың өмір сүргенін қаласаң, онда менің айтқанымды жаса. Менің саған бір ісім түседі. Егер ойдағыдай орындасаң, онда ағайындарың аман қалады. Әлі кездесеміз. Қазір көріп тұрсың, асығыспыз. Қамышыны жоғалтпа. Мынау кімнің сандырағы, Исатай? Мына талаптарың мүлдем орынсыз. Тақсыр, бұл халықтың қалауы. Жерді жалға беруіңді қой. Халқыңмен бірге бол. Басқаның сөзін тыңдама. Ұлы мәртебелім. Сонда сені тыңдауым керек пе? Шегінен шықпа, батыр. Сен емес маған рұқсат беретін. Мына талаптарыңды, батыр, мен қарастырамын. Мүмкін қандайда бір мәмілеге келерміз. Мүмкін келмеспіз. Тақсыр, мен білем. Сен соғысты қаламайсың. Исатай дегенмен ханды айтқанына көндірді.
Тұра тұр, досым. Дәлде болса бұл аңыздың аяғы емес. Солай ғой, ата. Берекет не істейді? Махамбет пен Исатай татуласа ма? Аңыздың ең қызықты бөлігіне жеттік.